Қаңтар оқиғасы бойынша ұсталған Қайрат Құдайберген мен Дики Арманға 3 жылдан кейін үкім шықты. Қаңтар оқиғасында ұсталған Қайрат Құдайберген 8 жылға, ал Арман Жұмагелдиев 20 жылға сотталды. 27 қаңтарда Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотында Арман Жұмагелдиевтің қылмыстық тобының басшылары мен қарулы тобының мүшелері, сондай-ақ Алматы қаласы мәслихатының экс-депутаты Құдайберген Қайрат және басқа да тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қаралып аяқталды. Қаңтар оқиғасында жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыруға қатысты деген күдікпен ұсталған кәсіпкер Қайрат Құдайберген 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Алматы қаласында Арман Жұмагелдиевтің қылмыстық тобы жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғаны және азаматтарды ұрлағаны үшін сотталды. Сот анықтағанда 2016 жылы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5-ші департаменті басшысының орынбасары Искаков ұлттық қауіпсіздік органдарының қолдауына кепілдік беретінін айтып, Жұмагелдиевті серіктестікке көндірген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің органдарының қолдауына ие болған Жұмагелдиев Қазақстан мен шетелдердегі қылмыстық ықпалын кеңейту мақсатында қылмыстық ұйым құруға кіріскен. Ол бұрыннан таныс, психологиялық тұрғыдан тұрақты, қылмыстық қудалаудан қорықпайтын және жақсы физикалық дайындығы бар адамдарды тартқан. Жұмагелдиевтің қылмыстық ұйымның барлық мүшелері ұйымдастырушылық, функционалдық және аумақтық негізде топтарға бөлініп, тікелей оған бағынған деген хабарламада. Искаков басқарған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімшесі Жұмагелдиев тобының заңсыз әрекеттерін тоқтатуға ешқандай шара қолданбаған. 2017 жылдың желтоқсанынан бастап Жұмагелдиев өзінің қылмыстық ұйымының қызметін Түркияда тұрып, қашықтан басқарған. Ол Қазақстан, Түркия және Біріккен Араб әмірліктерінде ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен және мүшелерімен кездесу өткізіп тұрған. 2022 жылдың басында Искаков, Жұмагелдиев және экс-депутат Құдайберген билікті күшпен басып алу мақсатында жаппай тәртіпсіздіктердің негізгі ұйымдастырушылары болды. Бұл үшін Жұмагелдиев 2021 жылдың желтоқсанында Қазақстанға алдын ала келген. 2022 жылы қаңтар оқиғалары кезінде Құдайберген Қазақстан қонақ үйінде штаб құрып, оған Жұмагелдиевтің тобын шақырды. Осылайша көрсетілген адамдар қарулы топтың және оларға қосылған басқа адамдардың әрекеттерін басқарған. Сот 2022 жылдың 5-ші қаңтарында Жұмагелдиевтің тобы мен оның жақтастары Алматы қаласындағы республика алаңына 2 рет шыққанын анықтады. Олардың мақсаты жаппай тәртіпсіздіктерге қатысушыларды біріктіру және билікке талап қою үшін халық кеңесі түрінде конституциялық емес орган құру болған. Кейін Жұмагелдиев тәртіпсіздіктерге қатысушылар санын көбейту туралы шешім қабылдаған. Осы мақсатта ол өзінің Шымкент қаласындағы қылмыстық топ мүшелерін Алматыға шақырған делінген қаулыда. Құдайбергеннің заңсыз түрде спортшылар мен басқа адамдарды Қазақстан қонақ үйінің маңында жинауды ұйымдастырғаны анықталды. Ол бұл әрекетті бизнес нысандарын қорғауға көмек көрсету деген сылтаумен жасаған, алайда шын мәнінде Жұмагелдиевтің қылмыстық тобына қосылуды көздеген. 2022 жылдың 6-7 қаңтар аралығында Жұмагелдиев тобының мүшелері бейбіт тұрғындарды заңсыз ұстап, оларды аяусыз ұрып-соғып, мүліктерін тартып алып қорлаған. Сонымен қатар кейбір адамдарды бейнежазбаға түсіріп, оларды ұрлық, экстремистік әрекеттеріне қатысқандарын мойындауға мәжбүрлеген. The Ritz-Carlton Алматы қонақ үйінің маңында Жұмагелдиевтің қылмыстық тобының шамамен 15 мүшесі оның бұйрығын орындап, өтіп бара жатқан автокөлікті тоқтатып, ішіндегі 5 азаматты түсіріп алған. Жолаушылардың бірін шабуылдаушылар басынан балғамен ұрып, есінен тандырған. Осыдан кейін жәбірленушілерді еркінен тыс
қонақ үйдің жер асты тұрағына мәжбүрлеп кіргізіп, олардан ақшалары мен жеке заттарын тартып алған. Кейін жәбірленушілерді іш киіміне дейін шешіндіріп ұрып соққан. Сонымен бірге оларды жаппай тәртіпсіздіктерге және бөтеннің мүлкін ұрлауға қатысқандарын мойындауға мәжбүрлеген. Жұмагелдиевтің тобы 34 жәбірленушіні ұрлап, ұрып-соғу әрекеттерін жасаған. Кейін 24 ұсталған адам заңсыз түрде бір қоймаларда қамалған. Бұдан бөлек Алматы қаласында тәртіпті қалпына келтіру және сенімді алиби жасау сылтауымен Жұмагелдиевтің топтастары мен жақтаушыларын пайдаланып, Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру көлігін қайтаруын және номер 12 қалалық аурухананы қорғау жұмыстарын ұйымдастырып, Алматы тұрғындарына азық-түлік таратуға бастамашы болған. Дәлелденген мәліметтер бойынша Жұмагелдиев тәртіпсіздікке қатысушылармен күресті тек көз бояушылық үшін ұйымдастырған және оның барлық әрекеттері өзі ұйымдастырған қылмыстардың ізін жасыруға бағытталған. Құдайбергенге қоғамдық қызметпен айналысуға тыйым салынды және ол құрмет орденінен айырылды. Жұмагелдиевке де енді қоғамдық қызметпен айналысуға болмайды. Қайрат Құдайберген 2022 жылдың 22 сәуірінде қаңтар оқиғасына қатысты деп ұсталған еді. Құдайберген жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды және қатысты деген күдікке ілінген. Сонымен қатар тергеу нұсқасына сәйкес Жұмагелдиевпен бірге Қазақстан қонақ үйінде жиын ұйымдастырған. Қалаулым бағдарламасы арқылы танылған Бердах Бекетов қаңтардағы бүлікке қатысқаны үшін 7 жылға сотталды. Бердах Бекетов қаңтар оқиғасы үшін бірнеше бап бойынша 7 жылға сотталды. Полиция Бердах Бекетовты 2022 жылы 22 қаңтарда көшеден ұстап алып кеткен. Оған жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген айыппен қылмыстық іс қозғалған. Бердах Бекетов тергеу изоляторында отырып 3 рет хат жазған. 25 қаңтардағы хатында прокурорлар сөзін тыңдамай жатқанын, азаптау көріп жатқанын жазып, көпшіліктен араша болуды сұраған. 2 наурыздағы хатында кінәсіз екенін жазып, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан араша болуын сұраған.